Жыл сайын миллиондаған адам инфаркт пен инсульттан көз жұмады. Көбіне бұл жағдай кенеттен болды деп айтылып жатады. Шын мәнінде ағза апат келгенге дейін айлар, жылдар бойы дабыл қағады. Өкінішке қарай, біз ол белгілерді шаршауға, жасқа, немесе жай ғана ауа райына жаба салып ескерусіз қалдырамыз. Тромбоз бұл көрінбейтін жау. Ол қан тамырларында үнсіз өсіп, кез келген сәтте өмірге нүкте қоюы мүмкін. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге тромбоздың ерте белгілерін қалай тануға болатынын және ең бастысы, қан тамырларын қауіпті кептелістен қалай қорғау керектігі туралы айтып беремін. Денсаулыққа бейжай қарамайтын болсаңыз, бастайық. Тромбоз дегеніміз не деген сұраққа қарапайым тілмен жауап берейін. Қан тамырларын бақша суаратын шлангты елестетіңізші. Жаңа шланг илгіш, су кедергісіз ағады. Бірақ уақыт өте келе, оның ішкі қабырғасына қақ пен кір жинала бастайды. Ағыс баяулап, шланг тарылады. Егер бір жерінде сол кір үйіліп, жолды толық бөгеп тастаса, су тоқтайды. Біздің қан тамырларымызда дәл осы процесс жүреді. Қан тамырларының қабырғасына холестерин, кальций және қабыну қалдықтары жиналады. Бұл медициналық тілде атеросклероздық бляшка деп аталады. Уақыт өте келе, бұл бляшка жарылуы мүмкін. Сол жарылған жерді жамау үшін қан ұйымасы тромб пайда болады. Тромб тамырды бітеп тастаса, қан өтпей қалады да, сол аймақтағы тіндер өле бастайды. Тромб жүректе болса инфаркт, мида болса инсульт. Аяқтың керең тамырларында болса вена тромбозы. Тромб үзіліп өкпеге жетсе, өкпе эмболиясы. Бұлардың бәрі бір ғана қауіпті процестің әртүрлі көрінісі. Тромбтың пайда болуы себептері. Жоғары холестерин. Холестериннің жаман түрі. Қан тамырлар ішіне жабысып, бляшка түседі. Ең қауіптісі. Жоғары холестерин еш жеріңізді ауыртпайды. Ол тек қан анализ арқылы анықталады. Жоғары қан қысымы. Артериялық қысым қан тамырының қабырғасын механикалық түрде зақымдайды. Ал жарақаттанған жерге холестерин тез жабысады. Сондықтан гипертония мен атеросклероз ажырамас шөп. Қант диабеті. Қандағы қанттың көп болуы. Қан тамырының ішкі қабатын күйдіріп зақымдайды. Диабеті бар жандарда инфаркт пен инсульт қаупі бірнеше есе жоғары. Темекі шегу. Темекі қан тамырларын тарылтып қана қоймай, қанды қоюландырады. Тіпті күніне 1-2 рет темекі шегудің өзі тромбтың түзілуіне жеткілікті. Қозғалыссыз өмір салты. Ұзақ отыру немесе жату кезінде аяқ веналарында қан іркіледі. Созылмалы стресс. Кортизол мен адреналин гормондары қанды қоюландырып, тамырды үнемі спазмда ұстайды. Бұл тромбтың үзіліп кетуіне себеп болуы мүмкін. Алкоголь. Спирттік ішімдіктер ағзаны сусыздандырып, қанды қойыртпаққа айналдырады. Сонымен қатар бауырдың жұмысын бұзып, холестерин алмасуын жолдан шығарады. Сіздің ағзаңызда тромбтың болуының белгілері бар. Бұл белгілердің әрқайсысы жеке тұрғанда 100% тромбоздың дәлелі емес. Алайда олардың бірнешеуі қатар келсе, бұл дәрігерге көрінуді талап ететін маңызды сигналы. Бірінші, аяқтың ісінуі. Әсіресе бір аяқтың. Екі аяқтың бірдей ісінуі көбіне жүрек немесе бүйрек жұмысына байланысты. Бірақ тек бір аяқтың ісінуі, қызаруы және ауырсынуы керең вена тромбозының тікелей белгісі болуы мүмкін. Екінші, аяқтағы ауырсыну немесе ыстық сезімі. Балтырдың немесе санның кенеттен сыздап ауыруы, сол тұстың терісінің жылынуы тромбтың түзілгенін ишара етеді. Үшінші, негізсіз шаршау мен ентігу. Бұрын сізге жеңіл көрінген жүктемелерден кейін демігу, жүректің жиі соғуы, өкпе немесе жүрек тамырларындағы іркілістің белгісі. Төртінші, қол аяқтың үйуі мен шаншуы. Егер аяқ қолыңыз жиі үйіп, ине соққандай әсер берсе, демек сол аймақта қан айналымы бұзылған. Бесінші, тері түсінің өзгеруі. Терінің көгеруі медициналық тілде цианоз деп аталады. Шектен тыс бозаруы немесе тамырлардың кенеттен айқын көрінуі қан ағысының қиындағанын білдіреді. Алтыншы, мұздай аяқ-қол. Егер қол мен аяқ жылы жерде де үнемі мұздап жүрсе, бұл ұсақ тамырлардың тарылуының немесе қанның жеткіліксіз баруының белгісі. Жетінші, жараның баяу жазылуы. Кердегі кішкене кесік немесе жарақат атталап жазылмаса, демек тіндердің қоректенуі мен микроциркуляциясы нашарлаған. Сегізінші, бас айналуы мен кенеттен болған әлсіздік. Бұл инсульттің хабаршысы болуы мүмкін. Егер беттің бір жағы қисайса, қол немесе аяқ жансызданса, сөйлеу бұзылып, көз алдыңыз екіге бөлінсе, еш нәрсені күтпестен дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Интернетте инфаркт немесе инсульт белгілері байқалса, бірден аспирин ішіңіз деген кеңес жиі айтылады. Бұл өте қауіпті қателік.
Аспирин қанды сұйылтады. Егер науқаста ішкі қан кету болса, мысалы асқазан жарасы немесе миға қан құйылу, геморрагиялық инсульт, аспирин қанды тоқтатпай, ол жағдайды өлімге дейін жеткізуі мүмкін. Инфаркт пен инсульттің белгілері ұқсас болғанмен, оларды емдеу жолдары мүлдем бөлек. Ишемиялық инсультте, яғни тамыр бітелгенде, аспирин көмектесуі мүмкін. Бірақ геморрагиялық инсультте, яғни тамыр жарылғанда, ол қатардағы у. Бұл екі жағдайды тек дәрігер арнайы аппараттың көмегімен ажырата алады. Ешқандай дәріні өз бетіңіз шешпеңіз. Тек жедел жәрдем шақырып, мамандардың келуін күтіңіз. Қан тамырының саулығы ұзақ өмірдің кепілі. Оны қорғау үшін қымбат дәрі емес, күнделікті әдеттер маңызды. Ең бірінші әдет дұрыс тамақтану. Сіздің басты дәріңіз. Куркума мен қарабұрыш. Куркумин қабынуға және тромбқа қарсы таптырмас құрал. Оның сіңімділігін арттыру үшін міндетті түрде бір шымшым қарабұрыш, пиперин қосып тұтыныңыз. Сарымсақ. Құрамындағы алицин қанды табиғи түрде сұйылтып, қан қысымы мен холестеринді реттеуге көмектеседі. Күніне бір тіс сарымсақ тамыр үшін тамаша қорған. Омега 3, яғни майлы балықтар. Сельд, скумбрия немесе форельді аптасына 2-3 рет жеу қанның тұтқырлығын төмендетеді. Егер балық жеу мүмкіндігі болмаса, дәріханалық омега 3 капсулаларын қабылдаңыз. Грек жаңғағы мен жидектер. Бұл өнімдер тамыр қабырғасын тотығу стрессінен қорғайтын антиоксиданттарға бай. Пайдалануын шектеу өнімдердің қатарына мыналар жатады. Трансмайлар. Маргарин, фастфуд, чипсы. Бұлар тамырдың басты жауы. Қант пен ағын. Ағзадағы жасырын қабынуды қоректендіреді. Тұз. Артық тұз тікелей қан қысымын көтеріп, тамырды зақымдайды. Екінші әдет. Өмір салты. Ең мықты қорғаныс. Су ішу. Қанның қоюлануы көбіне судың жетіспеушілігінен болады. Күніне 6-8 стақан таза су ішуді әдетке айналдырыңыз. Таңертең аш қарынға жылы су ішу тамырларды оятудың ең жақсы жолы. Қозғалыс. Ұзақ отырып жұмыс істесеңіз, әр 1-2 сағат сайын тұрып, аяқ ұшына көтеріліп жаттығу жасаңыз. Күніне 20-30 минут жаяу жүру тамырлар үшін ең тиімді жаттығу. Ұйқы мен стресс. 7-8 сағаттық сапалы ұйқы қан тамырларына қалпына келуіне мүмкіндік береді. Созылмалы стресс кезінде бөлінетін кортизол қан тамырын зақымдайтындықтан, тыныс алу жаттығуларымен сүйікті хоббиіңізге уақыт бөліңіз. Тромбоз бен атеросклероз үнсіз дамиды. Сондықтан да жылына 1 рет міндетті түрде анализ тапсыру керек. Липидті профиль. Жалпы холестерин, жаман холестерин, жақсы холестерин және триглицеридтер. Қандағы глюкоза. Артериялық қысымды бақылау. Жүрек ырғағын тексеру үшін жылына 1 рет электрокардиограмма жасату міндетті. Егер мына белгілер байқалса, 1 минутта күтпей жедел жәрдем шақырыңыз. Кеуденің қатты қысып ауруы, сол иыққа, жаққа немесе қолға таралуы. Кенеттен тыныс алудың қиындауы, ауа жетпеу. Дененің бір жағының жансыздануы немесе әлсіреуі. Сөйлеудің бұзылуы немесе басқаның сөзін түсінбеу. Өмірімде болмаған ерекше қатты бас ауруы. Көздің көрмей қалуы немесе естен тану. Инфаркт пен инсульт. Кенеттен болатын жағдай емес, ол жылдар бойы жиналған салдар. Бірақ денеңіз сізге үнемі сигнал беріп отырады. Сіздің 5 қадамыңыз: холестеринді тексеру, темекіден бас тарту, жеткілікті су ішу, күнделікті қозғалыс және дұрыс тамақтану. Бұл қымбат ем емес, бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Қан тамырларыңыз сізге өмір бойы қызмет етеді. Оларға аздап көмектесіңіз. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Өзімізді күтіміз. Сау болыңыз.